Білесің бе, тоқта? Кейде мен ойға кетем. Осы біздің өміріміздің мәні де? Білмеймін, Серке. Өй, сен де. Міне, мәселе сонда. Сонда біз не үшін өмір сүріп жүргенімізді білмейміз. Осылай өмірден өтіп кетеміз бе? Мен бір жерден оқығанмын. Өмірдің мәнін білмейтін адам бақытсыз адам деген. Серке, біз енді адам емеспіз ғой? Иә, біз жануармыз. Бірақ өмірден мал боп өтеміз бе? Жоқ, болмайды. Ойлану керек. Тоқта, сенің шипагер кітабыңда өмірді ұзартатын дәрі бар ма? Әрине бар. Онда маған соны тездетіп жасап берші. Әрқашан осылай жас болып жүрейін. Қандай шөп керегін айтсаң, мен лезде тауып алып келем. Оған ешқандай шөптің керегі жоқ. Түсінбедім. Сонда қалай? Шөпсіз дәріні қалай жасамақсың? Ол дәрінің аты спорт деп аталады. Серке, сен күніге 1 сағат уақытыңда спортқа арнасаң, сымбатың да жақсы болады, өмірің де ұзарады. Өй, сен де. Мен сенен шын сұрап отырсам, қай-қайдағын айттың ғой. Қораны айнала жүгіріп отырып тұрып, әрі-бері секіруге зауқым жоқ. Өй, сені де шипагер дейді-ау. Қажақ. Сендерге хата келдім. Мұнда алдым деп қол қойыңдар. Түсінбедім. Бізге ме? Мекен жайдан қателескен жоқсың ба, сауысқан? Қажақ. Менің қаттасып жүргеніме 7 жыл болды емес пе? Әлі шағым түскен жоқ. Қажақ. Ал, Қанекей, кім болды екен? Күлденген әлем депті. Түсінікті. Қасқырларда. Тоқты мен Серке. Біз сендерге келе жатырмыз. Күтіңдер. Сәлем мен қасқырлар депті. Ойбай, тоқты. Қасқырлар бізге шабуыл жасамақшы. Не істейміз? Білмеймін, Серке. Өй, сен не білуші едің өзі? Қасқырлар отқа айналдырып қақтап жесе көресің білмегенді. Ал олар бізге не үшін келеді екен? Не айтып тұрмын мен саған? Қасқырлар, олар жыртқыштар. Теріңді тірідей сыпыру үшін келеді. Олар бізге қонаққа келеді деймісің? Тез қорғанысқа кірісейік. Жауға қалай тойтарыс беру керек, соны ойланайық. Әне, жау көрінді. Тоқты, атқыштарды дайында. Жарай. Арақашықтық 300 қадам. Көздеу бұрышы 12. Ат, тоқты! Арақашықтық 200 қадам. Көздеу бұрышы 9. Ат, тоқты! Мұналар қайтеді? Мұналарды жөн ұрған ба? Тоқты, атуды доғар. Қане, не болғанын көрейік. Бәрекелді, біз жеңдік, тоқты. Әне, қасқырлар ақжалау көтеріп, беріліп жатыр. Біреуімізді құтқарамыз деп, үшеумізді мерт бола жаздадық қой. Иә, мұнымыз оғаштау тірлік болды. Сендердің емделуге келе жатқандарыңды қайдан білейік? Дегенмен, келешекте біздің күшімізді біле жүресіңдер. Иә, осал емес екенсіңдер. Бірақ біздің бөтен ойымыз жоқ еді. Шарай, еш уайымдамаңдар. Шипагер тоқты қазір-ақ дертті жазып шығады. Қане, көрші тоқты. Дәрі дайын болды. Қане, Қасекең осыны ішіп жіберсін.
Өй, мынау қайтеді? Атып тұрды ғой. Қасекеңнің қарғуын-ай. Ого, дене қызуым да басылған сияқты. Жөтелім де басылды. Әй, жарайсың тоқта. Иә, нағыз шипагер екен. Айттым ғой сендерге. Тоқты досымның еміне ешқандай ем жетпейді. Тоқты, Серке, сендерге алғыс айтамын. Рахмет. Оқасы жоқ жігіттер. Нетсе бұлай келіп тұрыңдар. Иә, ешқашан ауырмайық, достар. Достар дейді? Достар?